Бүгінгі сабақта біздер бөлу туралы тағы да тоқталып кетейік. Алдыңғы сабақта біздер қалай айттық? Үстіңгісі бөлінгіш, оны бөлетін сан бізде бөлгіш болады, яғни бөлінгіш және бөлгіш. Бұдан шығатын жауабы бізде бөлінді деп айтадық. Және кейбір кезде екі сан бір-біріне бөлінбесе, бізде қалдық қалады. Оны ағылшынша errorмен белгіледік. Енді бүгінгі сабақта осы бөлудің жалпы қасиеттерін қарап өтейік. Мысалы, бізде мынандай сандар берілсін. 8 қосылған 12 бөлінген 4 болсын. Бұны қалай ойлауға болады? Мысалы, сендер 4 досың бірге 8 алма және 12 апельсин сатып алдыңдар. Енді осыны бәрін бір-біріне тең-тең бөлу үшін сендер 8 алманы 4-ке бөлесіңдер және 12 апельсинді де 4-ке бөлесіңдер. Сонда оны былай шығаруға болады. Бөлек-бөлек жазатын болсақ, 8 бөлінген 4 қосылған 12 бөлінген 4. 8 бөлінген 4 дегеніміз бұл 2 болады. 12-ні 4-ке бөлгенде бізде 3 болады. Сонда жауабы 5 болады екен. Бұл дегеніміз, егер қосылғыштар әрқайсысы санға бөлінетін болса, онда оларды әр қосылғышты бөліп екеуінің қосындысы ретінде жазуға болады екен. Мына жағдайда біздер 8 қосылған 12 бөлінген 4 дегенді жақшаны ашып 8-ді 4-ке бөлдік және 12-ні 4-ке бөлдік. Және сосын жауаптарын қосып өттік. Ал екінші шығару жолы әрине өзіміздің білетіндей 8-ді 12-ге қосамыз, бұл 20 деген сөз. Осы 20-ны 4-ке бөлеміз. Тағы да сол 5 деген жауабымыз шығады. Сондықтан бізге есте сақтау керегіміз, осылай жақша берілген кезде біздер әр қосылғышты сырттағы бөлгішке бөлуге болады. Азайтумен де тап солай болады. Мысалы, бізде 21 азайтылған 7 бөлінген 7 дейік. Бұның мәні нешеге тең болады? Бұны өзіміздің білетіндей жолмен есептейтін болсақ, бұл 21-ден 7-ні азайтқан кезде 14 бөлінген 7, яғни 2 деген сөз. 14 бөлінген 7, яғни 2 жауап шығады. 2 деген сан. Ал басқаша қарайтын болсақ, бұл жақшаны ашамыз. Жақшаның ішіндегі әр мүшені 7-ге бөлеміз. Сондықтан 21-ді 7-ге бөлеміз. 21 бөлінген 7 азайтылған. Мына жерде азайту болғандықтан, ол азайту мұнда қайтып келеді. 7 бөлінген 7. Бұл дегеніміз 3 азайтылған 1. Өйткені 21-ді 7-ге бөлгенде 3 шығады, ал 7-ні 7-ге бөлгенде 1 шығады. Тағы да жаңағыдай 2 деген жауабымыз шығады. Сондықтан бізде есте сақтау керегіміз бұл жерде, егер жақшаның ішіндегі сандар бізде бөлгішке бөлінетін болса, біздер жақшаның ішін ашып, әрқайсысын сол бөлгішке бөлуімізге болады. Қосындыда да, азайтуда да дәл солай болады. Ал егер жақшаның ішіндегі сандардың біреуі бөлініп, біреуі бөлінбейтін болса ше, мысалы бізде мынандай жағдай болсын. 16 азайтылған 7 бөлінген 4 болсын. Бұлай қарайтын болсақ, 16 4-ке бөліне ме? 16-ны 4-ке бөлуге болады. 16-ны 4-ке бөлгенде 4 шығады бізде. Ал 7 4-ке бөліне ме? 7 4-ке бөлінбейді. Сондықтан біздер мынандай белгімен белгілейік. Ол не деген сөз? Онда 16 азайтылған 7 де 4-ке бөлінбейді деген сөз.
мына жерде қосу болсын, азайту болсын, ештеңе өзгермейді. Егер жақшаның ішіндегі сандардың біреуі бөлініп, біреуі бөлінбейтін болса, онда екеуінің айырмасы да, қосындысы да біздің бөлгішке бөлінбейді деген сөз. Енді басқа мысал қарастырып көрейік. Мысалы, тағы да сол 16 азайтылған 7. Енді бұл кезде біздер 3-ке бөлейік. Қалай ойлайсыздар, бұл сан 3-ке бөліне ме 16 азайтылған 7? Былай қарасақ, 16 да 3-ке бөлінбейді, 7 де 3-ке бөлінбейді. Сондықтан біздің ойымызға келуі мүмкін, бұл толық сан да, бұның азайтындысы да, қосындысы да 3-ке бөлінбейді деп. Бірақ егер былай азайтып қарайтын болсақ, 16-дан 7-ні азайтқан кезде біздер 9 шығады. 9-ды 3-ке бөлгенде біздер 3 аламыз, яғни 3-ке бөлінеді деген сөз. Сондықтан бұдан шығатын нәтиже, егер екі санның жақшаның ішіндегі қосындыларды немесе бір-бірінен азайтатын сандардың біреуі берілген бөлгішке бөлініп, екіншісі бөлінбесе, онда толық қосынды да, айырма да бөлгішке бөлінбейді деген сөз. Ал егер екеуі де бөлінбесе, одан ешқандай тұжырым жасай алмаймыз. Ол үшін бірінші жақшаның ішіндегі амалдарды орындап алып, содан кейін қарау керек. Ол сан бөліне ме екен, бөлінбей ме екен. Енді көбейтуді қарап өтейік. Мысалы, бізде екі санның көбейтіндісі берілсін. 3 көбейтілген 6 болсын, бөлінген 3 болсын. Бұл сан 3-ке бөліне ме? Әрине. Біздер бұны қарайтын болсақ, 3 көбейтілген 6 бөлінген 3, яғни 3-ке тең болады. Өйткені мына 3 пен мына 3 бір-біріне қысқарып кетеді. Басқа мысал қарап көрейік. Бізде 4 көбейтілген 5 4 көбейтілген 5 бөлінген 2 дейік. Бұл сан 2-ге бөліне ме? 4 көбейтілген 5. Иә, бөлінеді, өйткені бізде 4 2-ге бөлінеді. Сондықтан 4-ті 2-ге бөлген кезде бізде 2 шығады. 2-ні 5-ке көбейткен кезде бізде 10 шығады. Бұл екі мысалдан да біздер не көріп тұрмыз? Екі мысалда да біздер көбейтіліп тұрған сандардың біреуі болсын, егер берілген санға бөлгішке бөлінетін болса, онда біздің толық көбейтінді де бөлгішке бөлінеді деген сөз. Сондықтан бұларды бөлуге болады. Ал егер берілген сандардың екеуі де бөлгішке бөлінбейтін болса, онда тұжырым жасай алмаймыз. Бірінші көбейту алу керек. Мысалы, 3, жаңағы 3 пен 7, 3 көбейтілген 7 бөлінген 21 болсын. Біздер қараймыз, 3 21-ге бөліне ме? Бөлінбейді. 7 де 21-ге бөлінбейді. Бірақ екеуінің көбейтіндісі бұл 23 7 21 болады. 21 21-ге бөлген кезде 1 шығады. Қорытындылап өтейік. Бүгін біздер тағы да бөлу туралы сөйлестік. Бөлінетін сан бөлінгіш, бөлетін сан ол бөлгіш, одан шығатын нәтиже ол бөлінді, және кейде қалдық қалады. Қосылғыштардың әрқайсысы немесе бір-бірінен азайтатын сандардың әрқайсысы берілген бөлгішке бөлінетін болса, онда біздің қосынды да, айырма да бөлгішке бөлінеді деген сөз. Және бұл жерде жақшаның ішінде неше сан бар екеніне де байланысты емес. Жақшаның ішінде қосылғыштардың саны 5 болса да, әрқайсысы жаңағына біздің бөлгішке бөлінетін болса, жауабымыз да бөлгішке бөлінеді деген сөз. Ал егер жақшаның ішіндегі сандардың біреуі бөлініп, біреуі бөлінбейтін болса, онда бөлінбейді деген сөз. Қосындыда, айырмада. Ал көбейтуде басқаша. Көбейтуде сандардың кем дегенде біреуі бөлінетін болса, онда біздің толық үлкен көбейтіліп тұрған сан ол біздің бөлгішке бөлінеді деген сөз.